достар, бүгін сіздермен налоговый комитет толықтай түсіндіргім келіп тұр. Бізде мына жерде лицевой счет керек болса, міне бізге всегда выписка из лицевого счета, біз о жерден декретке шығарған клиенттерімізге бере аламыз. О жерден лицевой счеттан барлық қарыздарымызды көре аламыз. Сервистан сведения задолженность көреміз. Документы, мой документы да біздің тапсырған отчеттарымыз көрінеді. Енді қараңыздар, бұл жерде қалай жасау болады? Мынау түгелі көрінетіндей КГД-сы, ИН, очередная, квартал барлық көрінетіндіктен осы жерге настройка кіреміз да, осы жерде галочкаларды қоямыз. Қайсы сізге керек болады, соны қойып, наименование регистрация керек болса, қойып, галочка қойып, принимать деп басамыз. Ал егер де сіздерге келген уведомленияны входящий документтен көреміз. Входящий документте біз ешқандай жоқ болғандықтан бұл жерде көре алмаймыз. Налоговый заявленияларымыз, мысалы біз упрощенға қалу туралы заявленияларымызды осы жерден көреміз. Иные документы тоже. Енді мысалы мына жерде профильға кірсеңіз, посмотреть профильға кіріп, ИП-ныздің жағдайын, барлығын, адресін, пропискасын, кассасы бар ма, барлық режимін түгелін осы жерден көре аласыздар. Несін, ОКД-сын, районын, ОГД режимін қарай аласыздар осы жерден. Бірінші режимін қарап аласыздар, сосын бірақ только нете аласыз, отчет тапсырасыздар. Подать документте сізге қандай отчет керек, соны осы жерден жазасыздар. Мысалы 910 керек болса 910 найти басып жаза аласыздар. Менің парақшам қызықты болса лайк басып, подписка жасап кетіңіздер, комментарий. Тағы да қандай қызықты сіздерге отчеттар керек, жазыңыздар.